Намаз 57. Жабир радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: намазға айтылған азанды шайтан ұққанда, Рауха деген жерге чейін қачып барады дегенін ұқтым еле. Сулайман рахматуллахи алейхи айтады: мен Рауха жөнінде Жабир радиаллаху анхудан сұрадым. Ал маға Мадинадан 36 шақырым, башқаша айтқанда миль, алыс жайғашқан аймақ деді. Жабир радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: намазға айтылған азанды шайтан ұққанда, Рауха деген жерге чейін қачып барады дегенін ұқтым еле. Сулайман рахматуллахи алейхи айтады: мен Рауха жөнінде Жабир радиаллаху анхудан сұрадым. Ал маға Мадинадан 36 шақырым, башқаша айтқанда миль, алыс жайғашқан аймақ деді. Жабир радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: намазға айтылған азанды шайтан ұққанда, Рауха деген жерге чейін қачып барады дегенін ұқтым еле. Сулайман рахматуллахи алейхи айтады: мен Рауха жөнінде Жабир радиаллаху анхудан сұрадым. Ал маға Мадинадан 36 шақырым, башқаша айтқанда миль, алыс жайғашқан аймақ деді. Муслим.